Баршаңызға қайырлы күн, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен ауызашардың 20-шы күніне арнап ас мәзірін ұсынамын. Бүгін буға қайнатылған күріш және тауық етін духовкаға салып пісіреміз, және де ыстық өте тәтті нан дайындаймыз. Нанның толық рецепті описание бөліміне сілтемесін қалдыратын боламын. Сілтеме арқылы басып өтіп рецептін ала аласыздар. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Осындай қазақ тілдегі контенттерді қолдап қойып, YouTube арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен тауық етін тазалап жуып, осындай қалаған дәмдеуішіңізді қосасыз. Дәміне қарай тұз және де майонез. Міндетті түрде майонез, кетчупты қосамыз. Сіздер қалаған соустарыңызды қосып қолдануға болады. Мен оңай майонез және кетчупты қосып, жақсылап араластырып, пешіміздің табамызда майды кішкене ғана жағып, осылай салып аламыз. Алдын ала духовкамызды 180 градуста қыздырып 40 минутта пісіріп аламыз. Мультиваркаға күрішті дайындаймын. Күрішті алдын ала жуамыз, су батып тұратындай және май, тұзды салып, жақсылап араластырып 50 минутта пісіріп аламыз. Біздің күрішіміз және тауық етіміз тез арада дайын болады. Өте оңай ас. Видеом сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Және де ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын, ниеттеріңізді Алла қабыл етсін. Сіздермен болған мен Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.